Ya Amina. Amina. Tuh. Бақыт, привет. Сәттілік саған. Естідің ба мені? Оля, включи камеру. Асель, Оля, включаем камеру, микрофон. Отключаем. Где вообще остальные ученики? Девочки, меня слышно? Оля, Асель. Да, слышно. Слышно меня? Девочки, меня слышно? Девочки, здравствуйте, меня слышно? Девочки. Қыздар, мені естіліп тұрмын ба? Саламатсыңдар ма, балалар? Жақсы естіліп тұрсың ғой? Естіліп тұрмын ба, бұл? Иә. Мария, Таня, Айдана, Оля, камераларын қосамыз. Қыздар. Жақсы, оқушылар, саламатсыңдар ма, балалар? Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызды мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен бастағым келіп отыр. Конституция біздің тәуелсіздігімізді нығайтты, мемлекетті және бүкіл қоғамды берік етті. Сондықтан да біздің ортақ парызымыз негізгі заңға құндылықпен қарау, оны өз отанымызды, өз тарихымызды құрметтегендей құрметтеу. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасының ата заңы. Сабағымыздың мақсатымен таныса кетейік. Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтап, қорытынды жасайтын боламыз. Мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшеліктерін сақтап аннотация жазамыз. Мезгіл үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолданатын боламыз. Бағалау критерийі. Ақпараттың өзектілігін анықтайды, қорытынды жасайды. Аннотация жазу барысында жанрлық және стильдік ерекшеліктерін сақтайды. Мезгіл үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолданады.
Енді ары қарай біздің бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері конституция, заң, бап, бөлім, құжат. Ары қарай, балалар, біздің бүгінгі бірінші тапсырмамыз еркін микрофон әдісі. Еркін микрофон әдісі арқылы берілген сұрақтарға жауап береміз. Бірінші мәтін алды сұрақтарына жауап беріп көрейік. Бірінші, конституция немесе ата заң қай тілден енген, мағынасы қандай? Қане балалар, кім жауап береді? Балалар, кім жауап береді? Конституция, ата заң қай тілден енген, мағынасы қандай? Балалар, конституция немесе ата заң дегеніміз, ол латын тілінен алынған, қазақша мағынасы құрылым деген мағынаны білдіреді. Енді ары қарай екінші сұрағымыз бар. Конституция дегеніміз не? Кім жауап береді? Мен айтайыншы. Айта ғой, Оля. Конституция мемлекеттің негізгі заңы, жоғарғы заңды күшке ие заң немесе заңдар тобы. Жарайсың, тамаша. Жақсы. Енді үшінші сұрақ. Қазақстан Республикасы қандай мемлекет? Мен айтам. Айта ғой, Маша. 30 тамыз мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күні деп бекітіледі. Қазақстан Республикасы қандай мемлекет дегенге жауап сол ма, Маша, сенікі? Дұрыс жауап бердің ме, балалар? Тағы қандай жауаптарың бар? Қазақстан Республикасы қандай мемлекет? Балалар, Қазақстан Республикасы зайырлы, тәуелсіз, Демократиялық. Демократиялық және құқықтық әлеуметтік мемлекет. Жақсы, балалар. Дұрыс айтасың, Мария, жарайды, тамаша. Енді балалар, біздің тапсырмамыз мынандай. Қазір мына дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Қорытынды жасап, өз көзқарасын білдіреді. Енді балалар, мынандай мәтініміз бар. Мәтінді қазір оқимыз. Мәтінді оқиды, Таня бастайды. Таня, оқи ғой. Конституция ата заң латын тілінен, яғни құрылым сөзінен шыққан, мемлекеттің негізгі заңы, елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғары заңды күшке не заң немесе заңдар тобы. Қазақстан Республикасының Конституциясы конституциялық заңдарын қағидаларын тұжырымдан бір арнаға келтіріп, ата заң, яғни мемлекетіміздің негізгі заңы болып табылады. Жарайды, ары қарай оқиды Мария. Маша, оқышы. Бала көріп тұр ма? Қазақ КСР. Мария, мына жерден бастап оқы міне. Қазақ КСР Конституциясы. Маша, көріп тұр ма міне? Қазақ КСР Конституциясы. Конституциясы жоғарғы кеңесінің көзектен тыс 7 сессиясында 1978 жылы 20 сәуірде қабылданған. 20 сәуірде қабылданған. Жарайсын, ары қарай оқиды Оля.
Оля, сен даусыңды, микрофоныңды қос. Оқы. 1995 жылы 30 тамызда республикалық бүкіл халықтың референдум өтті. Нәтижесінде Қазақстаннан жаңа конституциясын қабылданып, өз күшіне 5 қыркүйекте енді. Ол кіріспеден және 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Бұл конституциясын 1993 жылы конституциядан айырмашылығы оның мазмұнының сапасын еді. Сапасында еді, дұрыс оқимыз, балар. Демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет. Мемлекеттің ең жоғарғы құндылығы адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандығы. Жақсы, ары қарай оқиды. Таня, оқыш ары қарай. Таня, микрофоныңды қосып ары қарай оқы. Маша, оқыш. Третий абзац. Үшінші абзац оқы. Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің қайнар көзі өзінің егемендік құқығын баянды етті. Ата заңның қабылданған күн 30 тамыз мемлекеттік мереке. Қазақстан Республикасының Конституциясы күні деп жарияланды. Конституцияда бекітілген құқықтық нормалар 1998 жылы саяси жүйен жаңғыртылуы жолында маңызды бір қалам болып есептелетін жаңа енгізілуіне мүмкін берді. Конституцияға өзгерістер енгізу 2007 жылы да жалғасты. Еліміздің ата заңы мемлекетіміздің бүтінге құрылымын шынайы бейнелеген. Ұлттық мақсатты айқындап берген темірқазық. Жақсы, мәтінмен таныстық балалар. Енді мынандай талқылау сұрақтарына жауап береміз. Қазақ КСР Конституциясы қашан қабылданды? Қане балалар, кім жауап береді? Қазақ КСР Конституциясы қашан қабылданды? Әсел, жауап берші. Әсел. Балалар, кім жауап береді? Қазақ КСР Конституциясы 1978 жылы 20 сәуірде қабылданды. Ары қарай 1993 жылы қабылданған Конституциядан 1995 жылғы қабылданған Конституцияның айырмашылығы неде? Кім жауап береді? Мен жауап берейін. Ал, Таня айта ғой. 1993 жылы қабылданған Конституциядан 1995 жылғы қабылданған Конституцияның айырмашылығы оның мазмұнының сапасында еді. Жақсы, дұрыс. Үшінші сұрақ, қай жылдары Конституцияға түзетулер енгізілді? Әпке, мен жауап берейін. Айта ғой, Әсел. Конституцияға 1998 жылы және 2007 жылы түзетулер енгізілді. Жарайды, жақсы, тамаша жауап. Балалар, енді осы сұрақтар бойынша бір-бірімізді бағалайықшы қане.
Кімнің жауабы? Бір-бірімізді бағалаймыз балалар тапсырмада. Таня, Аселдің жауабын бағалашы. Асел қалай жауап берді? Дескрипторға сай жауап берді ма? Иә, Асел дескрипторға сай жауап берді. Иә, жауабына сен қанағаттанасың, иә? Иә. Иә, жақсы. Енді кім? Асел, сен Машаның орындаған тапсырмасын бағалап жүрші. Иә, бәрін жақсы айтты. Дескрипторға Дескриптор сай. иә. Жақсы жауап берді, иә? Иә, Жақсы. бәрі дұрыс. Иә, дұрыс жауап берді, жақсы. Енді Оля, сен Асел Машаның жауабын бағалай ғой. Асел мен Маша жақсы жауап береді. Ол дескриптор сай жауап береді. Жақсы, олар дескрипторға сай жауап берді. Енді балалар екінші тапсырмамыз. Балалар екінші тапсырмада біз автор орындығы әдісі арқылы тапсырмамызды орындайтын боламыз. Біз мына жерде сендерге ұсынылған мәтін болады. Осы мәтін бойынша мына берілген мезгіл үстеулерін пайдаланып аннотация жазатын боламыз. Енді бірінші балалар, жазбас бұрын біз сендермен аннотация дегеніміз не және оны қалай жазу керек екенін мен сендерге қысқаша түсіндіріп кетейін. Аннотация қазақшаға аударған кезде аңдатпа, латын тілінен аударғанда ескерту, аңдату деген мағынаны білдіреді. Аннотация кітаптың, мақаланың, қолжазбаның мазмұнын оқырманға қысқаша баяндау. Ол кітаптың, мақаланың мазмұнын, саяси идеялық бағытын, құндылығын түсіндіретін қысқаша сипаттама. Енді балалар, аннотация жазудың өзінің ерекшеліктері бар. Бірінші ерекшелігі, аннотация көлемі 7-8 сөйлемнен тұру керек. Екінші ережесі, аннотация тақырыптан кейін орналасады. Үшінші ережесі, аннотацияның құрамындағы баяндауыштар етістіктің келер шағында ырықсыз етіс формасында жазылады. Балалар, енді аннотация жазу, қалай жазу керектігімен таныстық, иә? Енді сендерге ұсынылып отырған тақырыбымыз, мәтініміз. Мына мәтін, бұл мәтін балалар жанры жағынан проза және стилі публицистикалық стильде алынған мақала. Енді балалар, бұл тапсырманың дескрипторы берілген мезгіл үстеулерді қолданады. Аннотация жазуда жанрлық және стильдік ерекшеліктерін сақтайды дейді. Балалар, бұл тапсырманы қазір орындау барысында мен сендерді сессиялық залға бөлемін. 2 топқа. Осы сессиялық залға бөлініп, мына мәтінге, мақалаға біз аннотация жазатын боламыз. Балалар, телефондарыңа не келеді? Хабарлама, соны басамыз. Балалар. Асел кірді бірінші залға, жарайсың. Таня, Айдана кіреміз. Айдана кіреміз, жарайсыңдар. Айдана кірді. Оқушылар бәріміз кірдік қой, иә? Таня, көрініп тұр ма? Оля, мына мәтін көрініп тұр ма сендерде? Жоқ. Асел көрініп тұр? Жоқ, комтон жоқ. Қазір қосамын.
Жазып жатырмыз ба? Bir-birimizбен ақылдасып, өз ойымызды айтып жазамыз балалар. Таня, естіліп тұр ма? Иә. Жақсы. Да. Жазып жатырмыз ғой, иә? Иә. Мынау белгісіз бір ақаулармен менің мәтінім көрінбей қалды. Көрініп тұр ма демонстрацияда? Айдана, Жоқ. көрініп тұрған жоқ па мәтін? Жоқ. Балалар жақсы, жаңа мәтінмен таныстық қой, енді естеріңде не қалды, соны жазыңдаршы. Мен мына ақаулармен бір келеңсіз ақаулармен көрінбей жатыр менің мәтінім. Жарай ма? Оля, Таня, жас болдық па, балалар? Әсел, жас болдық па? Жарай, тағы да 1 минут береміз. Балалар, менің демонстрациям мәтінім көрінбей қалды. Мен қосып қойдым, білмедім, неліктен екен, бір ақау болып тұр. Болдық па, дайынбыз ба? Оқушылар, тапсырмаға дайынбыз ба? Айдана, Маша. Айдана, болдық па жазып?
Қане, балалар, жазып болсақ, кім оқиды? Кім оқиды? Таня, Маша, Оля, Асель. Мен оқимын. Оқи ғой. Конституция латын тілінен, яғни құрылым сөзінен шыққан мемлекеттің негізгі заңы, елдегі барлық заңдарға қатысты жоғары заңды күшке ие заң болып есептеледі. Жақсы. Балалар, тыңдап отырамыз. Қазір аннотацияның жазу ерекшелігімен сай келіп тұрма? Ол тыңдап отырамыз бір-бірімізді. Ары қарай кім оқиды? Әпке, мен оқимын. Оқи ғой. Қазақстан Республикасында конституциялық заңдардың қағидалары тұжырымдалды. Жақсы. Ары қарай тағы да кім оқиды? Тағы да кім жазды? Мен оқимын. Мен оқимын. Оқи ғой. Оля. Бұл Конституцияның 1993 жылғы Конституциядан айырмашылығы мазмұнының сапасында екендігі анықталды. Жарайды. Кім оқиды тағы да? Маша, жаздың ба? Я, 30 тамыз мемлекеттік 30-шы тамыз. Маша, 30-шы тамыз. Асықпай оқимыз. тамыз мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күні деп бекітіледі. Жақсы. Тағы да кім оқиды? Кім жазды? Болдық па балалар жазып? Енді балалар жарайды болсақ, енді дескриптор бойынша тексерейікші қане. Мына берілген мезгіл үстеулері қолданды, я, барлықтарында. Енді дескриптор бойынша бағалаймыз. Берілген мезгіл үстеулерді қолдандық, я. Аннотация жазуда жанрлық және стильдік ерекшеліктен сақтадық. Енді балалар, аннотацияның тағы да бір ерекшелігі бар еді. Аннотацияның көлемі 7-8 сөйлемнен тұрады. Асель, Оля, Маша, сендер бір-бір сөйлемнен оқыдыңдар, я? Айдана жоқ, я, сабақта? Тағы да кім оқыды? Болдық па, жарайды. Содан кейін аннотацияның құрамында баяндауыштар етістіктің келер шағында ырықсыз етіс формасында жазылады дедік. Енді мен жаңа тыңдап отырмын, сендердің жауаптарыңды Асель ырықсыз етісті формасында пайдаланды, бірақ баяндауыштар етістіктің келер шағында емес, ол өткен шағында жазылған. Асель, оқып жіберші тағы да бір рет. Қазақстан Республикасында конституциялық заңдардың қағидалары тұжырымдалды. Тұжырымдалды, көрдің ба? Бізде бұл жерде бала жазуымыз керек, тұжырымдалады деп. Мына жерде ерекшелігінде ережесінде жазылу тұр, етістіктің келер шағында жазылу керек дейді. Мен сосын тағы да бір байқағаным, Оля, сен оқышы. Бұл Конституцияның 1993 жылғы Конституциядан айырмашылығы мазмұнының сапасында екендігі анықталды. Көрдің ба, сен де анықталды деп жазғансың, я? Бұл жерде біз балалар анықталады, айқындалады, есептеледі, бекітіледі деген келер шағында етістікті пайдалануымыз керек. Машаның оқығаны дұрыс болды. Мен балалар сендердің оқығандарын бәрін тыңдап отырдым. Енді қане балалар дескриптор бойынша бағалайықшы.
Таня, Оляны жазған аннотациясын бағалап жіберші. Таня, естіп тұр ма? Оля тапсырманы дескриптор бойынша орындады ма? Ол берілген мезгіл іздеулерді қолданды. Аннотация жазуда жанрлық және стильдік ерекшелерін сақтадым. Сақтады. Тапсырманы жақсы орындады деп ойлайсың, иә? Иә. Жақсы. Енді Маша, кімнің, Аселдің аннотациясын, жазған аннотациясын бағалашы. Маша. Аселя аннотация жазуда жанрлық және стильдік ерекшеліктерін сақтайды. Ерекшеліктерін сақтайды, иә? Иә. Берілген мезгіл сөйледі қолданды ма? Және берілген. Иә. Қолданды. Жақсы, жарайды. Енді балалар, біз бүгін сендермен аннотация жаздық, иә? Аннотациясының ережесі бойынша аннотацияның көлемі 7-8 сөйлемнен тұру керек болатын, иә? Сендердің жазған сөйлемдерің, енді оқушы аз болғандықтан біз 3 сөйлем жаздық, иә? Енді сендердің жазған аннотацияларымен, міне бүгін мен сендерге дайын аннотация алып келдім, осыны екеуін салыстырамыз. Балалар салыстырамыз, қандай ерекшеліктер бар? Қане айтамыз. Кім айтады? Таня, қандай ерекшелік көріп тұрсың сен? Бұл жерде 8 сөйлем бар деп ойлайсың ба? Иә. Иә, 7-8 сөйлемнен тұрады. Аннотация тақырыптан кейін орналасады дедік. Тақырыптан кейін орналасқан ба? Иә, тақырыптан кейін Дұрыс, тақырыптан кейін орналасқан. Содан кейін аннотацияда баяндауыштар етістіктің келер шағында қолданылу керек болатын. Қане, осы келер шағындағы бір етістікті табайықшы. Асел, Таня, қыздар табамыз. Қане, бір етістіктің келер шағындағы етістікті мақаладан табамыз. Сосын атаймыз. Қайсы сөздер? Айқындалады. Иә, дұрыс, айқындалады. Таня? Қолданады, дұрыс айтамыз. Нақтыланған. Дұрыс, нақтыланған. Балалар енді дұрыс, иә, керемет, жақсы жауап. Балалар енді екеуінің сендер жазған аннотациямен дайын аннотацияның екеуінің ерекшеліктерін таптық, иә. Балалар, сендер де тапсырмаларды жақсы орындадыңдар, өз деңгейінде аннотацияны жазып шықтыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейікші. Шығу парағы арқылы кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақтың басты мәселесі не болды деп ойлайсыңдар, балалар? Не болды? Қандай тақырып аясында біз сабақ өттік? Конституция қабылдау. Дұрыс, конституция жайлы. Қазақстан Республикасының ата заңы. Дұрыс, Қазақстан Республикасының ата заңы туралы мәселені сол жайында өттіге. Енді, балалар, кімнің жауабы сендерге ұнады? Маған Машаның жауабы ұнады. Ал, жарайды. Несімен ұнады? Машаның қай жауабы ұнады саған, Таня? Аннотация. Аннотация жазу, Машаның аннотация жазғаны саған ұнаған екен, иә? Жақсы. Оля, сенің қандай пікірің бар? Кімнің жауабы саған ұнады? Таня жауабы ұнады. Таняның жауабы ұнады. Неліктен? Таня аннотация өте жақсы жазды. Жарайды, аннотацияны жақсы жазды. Асел, сенің қандай ойың бар?
Саған кімнің жауабы ұнады? Маған барын жауап ұнады, барын дұрыс, жақсы айтты. Көбінесе барын дұрыс, жақсы айтты. Жарайды, саған барлық оқушылардың жауабы ұнады. Барлығы жақсы дескриптор бойынша жұмыс жасаған, иә. Енді балалар, қандай тапсырма сендерге қиындық келтірді? Ешқайсы тапсырма қиындық келтірген жоқ. Бары оңай болды. Аселге барлық тапсырма қиындық келтірмепті, оңай болыпты, иә. Таня, саған? Маған да бір тапсырма қиындық болған жоқ. Қиындық тудырған жоқ, ешқандай қиындықсыз тапсырмалардың бәрін орындап шықтың, иә. Оля? Маған бары тапсырмалар қиындық келтіріпті. Келтірді ма? Қай тапсырма қиындық келтірді? Аннотация жазды. Аннотация жазуда сен кішкене қиналып қалдың, иә? Иә. Жақсы. Маша, саған қандай тапсырма қиындық келтірді? Бірінші тапсырмам. Сабақтың басты мәселесі саған басты мәселесі бойынша сұрақтарға жауап беру саған қиындық туғызды, иә? Иә. Жақсы. Балалар, біздің уақытымызда бітіп жатыр. Осымен сендер осылай сабаққа белсенді қатысқандарың жарайсыңдар, белсенді қатыстыңдар, сұрақтардың бәріне жауап беруге тырыстыңдар. Аннотация жазуда да өз пікірлеріңді білдіріп, өз көзқарастарын білдіріп жазыңдар. Аннотацияның ережесіне сай болды. Балалар, енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сау Сау болыңыз.